Қайырлы күн, құрметті көрермендер, достар. Сіздермен біз айтамыз Айдары. Бүгін бізде қонақта Жастар ресурстық орталығының психолог маманы Садуақасова Гүлнұр Маратқызы және Жастар денсаулық орталығынан Жұматай Ұлжан Арысқызы келіп отыр. Сіздермен бірге қоғамдағы белең алған мәселе кибербуллинг пен буллинг туралы, себебі мен алдын алу туралы ой алмасатын боламыз. Шақыртуды қабыл алғандарыңызға алғысымыз шексіз. Мектебімізге қош келдіңіздер. Артқа шегінсек, сіздердің оқушы кезеңдеріңізде жалпы қатарластарыңыздың арасында қандай мәселелер болатын, мәселелер неден туындайтын, осыған қысқаша тоқталып кетсек. Қонақ қылып шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді бұл сұраққа келер болсақ, енді мектеп кезде кімде енді балалық та болады, шалалық та болады, болмады деп айта алмаймын. Мектеп кезде де болды ондай нәрселер, бірақ енді дәл мен оқыған кезде, мен оқыған сыныпта ондай кибербуллинг, буллинг мәселелері ондай болған жоқ. Бірақ біз оқып жүрген кезде еститінбіз көрші мектептерде, көрші сыныптарда, немесе көбіне көрші мектептерде болатын осындай жағдай. Сол кезде бізге осындай құқық қорғау органдарынан арнайы психолог мамандар келіп, бізге ылғи да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп кететін. Енді өзім орталықтың мектебінде оқығаннан кейін бізде ондай нәрсе қатты қадағаланып, жіті назарда болатын. Сол себепті ондай нәрсені мен өз басым сыныбымда оны көрген жоқпын деп айтсам болады. Біздің, яғни оқушылардың көзқарасымен қазіргі таңда қоғамда белең алып келе жатқан мәселе бұл буллинг. Жалпы осыған көзқарастарыңыз қандай? Енді мен айтып кетейін. Негізі буллинг дегеніміз кемсіту, мұқату деген мағынаны білдіреді ғой. Көбінесе оқушылар ұшырап жатады деп айтады. Негізінде шын мәнінде ондай емес. Жаңа айтып кеткенде қоғамдық көлікте болсын, оқу орнында болсын, жұмыста болсын, барлық жерде адамдар буллингке ұшырап жатады. Неліктен десеңіз, бір адамға мысалы көбінесе біз оқушылар арасында бізде бір-бірін кемсіту арқылы, бір-біріне ауыр сөздер айтады. Мысалға, ол әзіл ғой деп түсінуі мүмкін, бірақ ол нәрсені ол буллингке ұшыраған бала басқаша түсінеді. Мысалы, әр айтады, әрбір адам әртүрлі деген сияқты, әр адам жеке тұлға деп. Сондықтан да әр адамның өзінің ойы бар, өзінің ішкі сезімі болады. Кейбіреулер оны ойын ретінде қабылдаса, кейбіреулер оны жанына жақын қабылдайды. Мысалға бізде буллингте бір адамның екінші бір адамға күш көрсетуі деп айтса, ал моббинг деген нәрсе бар. Моббинг дегеніміз бұл бір адамның бір адамға топпен күш көрсетуі. Негізінде осы мектепте әлімжеттік деген болады. Бір баланы мысалға сенің көзің көрмейді деп мұқату мүмкін, мысалға сен оқымайсың деп мұқату мүмкін, және де қалған балдар оған қосылса, бұл бізде моббинг деп атайды. Ал кейбір адамдар бар, оған көз жұмып кетіп қалып жататындар бар. Мысалға біреу әлімжеттік көрсетіп жатса, буллинг көрсетіп жатса, көз жұмып оған да ешнәрсе демей кетіп қалуы мүмкін. Менің түсінгенім бойынша буллинг деген осындай. Енді дұрыс қой, бағанадан бері әріптесіміз айтып жатыр. Яғни оқушылар, жалғыз оқушылар арасында ғана емес, қоғамда, жалпы қоғамда да бұл орын алып жатыр. Сонымен қатар бұл жаңағы ер адам мен әйел адамның арасындағы буллингтер де бар. Мысалға, қарап отырсаңыз, қоғамда қаншама отбасылар бар. Сол отбасыларда мысалға зорлық, зомбылық көрсету, немесе жаңағы әйел бала-шағаның көзінше әйелін ұрып соғып жатқан қаншама ер азаматтар бар. Бұның өзі нағыз буллингтің түрі болып табылады. Яғни сол күш көрсету арқылы немесе сөзбенен жаңа әйел адамның психикасына әсер етіп, баланың психикасына әсер ету арқылы сол буллингке ұшырап жататын кездер болады. Демек, түсінігім бойынша сіздер мектеп табалдырығын бітірдіңіздер, жоғары оқу орнын бітіріп, қазіргі таңда жұмыс атқарудасыздар. Сонда айтпағым, ересектер арасында да бұл буллинг көріне ме? Көрініс табады, көрініс табады. Өйткені бағана айтып отырмын ғой, мынау жаңа ересек адамдар, яғни ата-аналардың арасында да болып жатыр. Бұл зорлық, зомбылық көрсету, бұның өзі нағыз буллинг болып табылады. Жауаптарыңызға рахмет. Енді кибербуллингке тоқталсақ. Кибербуллинг бұл әлеуметтік желіде, пабликтерде, сайттарда жастар арасында орын алатын дүние. Ал 18 жасқа толмаған жасөспірімдердің жауапкершілігі олардың ата-анасында немесе заңды өкілінде. Сонда кибербуллингтің болуына ата-ананың да тікелей қатысы бар ма? Бұл тұрғыда не айтасыздар?
жаңа сіз өзіңіз айтып кеткендей, жаңа айтты ғой, отбасыда агрессия көрген бала оны қоғамда да көрсетеді деген. Әрине ата-ананың рөлі өте маңызды. Өйткені бала тәрбиені үйден көріп, арғай қоғамда сол нәрсені арғай жалғастырып кетеді ғой. Мысалға, үйде ұрыс-керісті көрген, зорлық-зомбылықты көрген бала сол нәрсені дұрыс деп есептейді. Үйдегі негативті сол балдарға көрсету арқылы солай шығарады өзіндегі бойындағы негативтерді. Және де жаңа айтып кеттің ғой, ата-ананың маңызды ма деген сияқты. Ол әрине маңызды. Өйткені ата-ана да рөл ойнайды баланың өмірінде. Өйткені былай қарап отырсаңыз, ата-ана бірінші орында қоғамда адамның ең әуелі жаңағы тұлғадан бұрын адамның адам болып қалыптасу үшін ең бірінші орында ол ата-ана қызмет жасау керек. Содан кейін барып мектеп оқу орнындағы мектептегі мұғалімдер басты рөлді атқарады. Кейбір ата-аналар қателесіп жатады. Яғни мектепте мұғалімі не қарап отыр, баламызды мектепке жайдан жай бердік па деген секілді жансақ пікірлер болып жатады. Яғни бірінші орында балаға жауапты ол ата-ана. Егер осы баланы дүниеге алып келдіңіз ба, демек бірінші орында сіз жауаптысыз. Содан кейін барып қоғам жауап береді. Яғни қазақта сөз бар: ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Яғни ұяда адам бала кезінде кішкентай ғана іңгәлап дүниеге келгеннен кейін бала күннен бастап қалай фундамент дейміз, ол фундамент қалай қалыптасты, солай қарай әрмен қарай үй болып қаланып кету, ол ана дүниеге келген кезінен басталады. Сол үшін адам қоғамда орнын табу үшін, абайша айтқанда кетігін тауып, кірпіш болып қалану үшін бірінші фундамент дұрыс болу керек. Содан кейін барып әрмен қарай өмір дұрыс қалыптасып кетеді. Енді осы тұрғыда өз ұсынысымды ата-аналарға айта кетсем, балаларды күнделікті қадағалап отыру ата-ананың басты міндеті. Қазір 21 ғасыр дамыған заман болғандықтан баланың ұялы телефон тексеруге арналған көптеген бағдарламалар бар. Осы бағдарламаларды жүктеп, баланы күнделікті тексеруге болады. Сонымен қатар баланың ұялы телефонындағы YouTube, Google тарихында тексеріп отыру керек. Бұл сіздің балаңыздың қауіпсіздігі үшін таптырмас мүмкіндік. Осы орайда 2020 жылы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты Қазақстан халқына жолдауында балаларды кибербуллингтен қорғау жөнінде заңнамалық шараларды қабылдайтын кез келді. Балалар құқығын қорғау жөніндегі басқа да шараларды күшейту керек деген болатын. Яғни осы айтылған 21 елде әрбір кибербуллингтің құрбанына айналған жасөспірімдер өзін заң тұрғыда қорғай алады. Менің айтпағым, осы біздің ел 21 елдің қатарына кіре ме? Жалпы осы кибербуллингке қатысты заң жобалары қарастырылған ба? Осы тұрғыда айта кетсеңіздер. Әрине, кибербуллингке ұшыраған балаға ол заң жүзінде жауап береді ол адам. Конституциялық заңда ең бірінші қорғалатын нәрсе ол адам мен адамның өмірі және құқықтары мен бостандықтары. Бұның өзінің негізгі түбіне үңілетін болсақ, яғни әлімжеттік көрсетуден, буллинг көрсетуден аулақ болу керек. Яғни Қазақстан Республикасының басты несі адам болғаннан кейін, сол себепті осы кибербуллингке байланысты заңның орын алған мен өз басым қолдаймын. Осы тұрғыда мәжіліс депутаты саясаттанушы Ерлан Сайыров әлеуметтік желіде өзін-өзі ұстаудың этикасы болу керектігін айта отырып, әлеуметтік желі кодексін қабылдау мәселесін көтерген болатын. Қалай ойлайсыздар, жалпы осы әлеуметтік желі кодексін қабылдағаннан кейін біз кибербуллингке қарсы тұра аламыз ба, немесе қандай шаралары бар осы кибербуллингті жоюдың? Бірінші орында бұл депутат мырзаның бұл заңды қабылдаған өте орынды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда мына 2018 жылдан бермен қарай қарап отырсаңыз, интернет желісінде әртүрлі сайттар көбейіп кетті. Жаңағы адамға психикалық тұрғыдан шабуыл жасау, психикалық тұрғыдан орысшалап айтқан атака жасайтын сайттар көбейіп кетті. Яғни олар жаңағы синий кит деген сияқты бір енді Құдай сақтасын, сондай нәрселер көбейіп кетті. Соған қарсы ол жалпы біздің елімізде болмағанмен басқа жақтарда болды. Бірақ ол біздің елімізге де жаймен келді ғой. Сол себепті біз Қазақстанның болашағына алаңдап отырғаннан кейін бұл кісі әрине сол сол заңды қабылдауына түрткі болып отыр. Яғни бұл былайша айтқанда бұл біздің яғни қоғамда
жаңа қарсы тұруымызға бірден бір құрал есебінде пайдалансақ болады деп айтар едім. Жалпы менің көзқарасымда да бұл әлеуметтік желі кодексі қабылдану керек. Себебі әрбір әлеуметтік желіні қолданушылар өз құқығын қорғауға міндетті. Міндетті, иә. Жалпы сіздер де бір мемлекеттік мекеменің психолог мамансыздар. Сәйкесінше сіздерге жасөспірімдер, жеткіншектер психологиялық көмекке жүгінуге келеді. Жалпы сол жасөспірімдердің арасында мониторинг жүргізіп көрдіңіздер ме? Сіздерге келетін жасөспірімдердің жас айырмашылықтары қандай, ерекшеліктері қандай? Соған тоқталып кетсек. Біздің жастар денсаулық орталығында 10 жас пен 29 жас аралығында жастар мен жасөспірімдерді қабылдап отырамыз. Және де біздің жаңа айтып кеткендей, бізде 16 мен 21 жас аралығында болып жатады дәл осындай жағдай, буллингке ұшырап жатқан адамдардың арасында. Мысалға, мектеп оқушылары болады, балдармен бір-бірімен түсініспеушілігі болады, ата-анамен түсініспеушілігі болады. Одан кейінгі бізде 17-18 жас аралығындағы жастар, олар бізде студенттер, ол кісілерде уже өзінің оқу орнына көңіл толмауы, өз-өзін жегідей жеу, мысалға іштей өмірге деген құштарлықтың болмауы. Неге десеңіз, өйткені өзі қалаған оқу орнына түсе алмады, оған я өзінің кінәларын білмейді, я ата-анасының кінәларын білмейді. Көбінесе бала шатасып жатады. Мамандық таңдаудан айтады ғой, екі нәрседен қателеспеу керек деп. Сол нәрседен олар уже мамандық таңдағаннан қателескеннен уже саған сынады ол кісілердің. Және де жаңа 21 жас аралығында жастарда бізде жұмыста болады. Буллингке ұшырады. Мысалға, жұмыста болып жатады, болмаса үйде болып жатады, мысалға тұрмыс құрған қыз-келіншектер келіп жатады. Сол кісілердің бойында болады сондай нәрсе. Жаңа айтып кеттің ғой, мониторинг жүргізесіздер ме деп. Әрине біздер өзіміздің әдістемелерді жүргіземіз, ол кісілерді олар бізде бақылауда болады. Ол кісілерді толық өзін өмірде орын алмайынша біз ол кісілермен жұмыс жасап отыра береміз, және ол кісілер бізде бақылауда болып отырады. Әрине, әсіресе мынау жасөспірімдердің арасында қыздың анаға, ұлдың әкеге айта алмайтын кезеңдер болады. Сол кезде сіздердің көмектеріңіз жасөспірімдерге ауадай қажет. Енді айтылған мәселелердің барлығы жасөспірімдердің өтпелі кезеңінде болатындықтан көп жастар шыны керек төтеп бере алмай суицид факторларына алып келуі мүмкін. Осы тұрғыда сіздер қандай шаралар жасап жатырсыздар? Енді бұл қойып отырған сұрағыңыз өте орында. Себебі қазіргі таңда суицид мәселесі, яғни өзіне өзі қол жұмсау мәселесі. Бұл мынау жаңа айтып отыр ғой, 16 мен 20 жас аралығындағы жастар арасында, яғни біздер енді былайша айтқанда біздер жастар ресурстық орталығы болғаннан кейін біздер осы жастар денсаулық орталығымен бірлесіп көптеген шаралар өткіземіз. Сонымен қатар осы психологтармен бірлесіп әртүрлі жұмыстар атқарамыз. Соның ішінде былайша айтқанда оқу орындарына барып әртүрлі жаңағындай ойындар ойнатамыз. Сонымен қатар жаңа слайдтар көрсету арқылы, яғни балаға дәл сол суицид деп айтпай, соны жан-жағынан келтіріп, яғни өзіне өзі қол жұмсау деген сияқты нәрселерді айта келіп, сол кісілермен тренингтер өткізіп тұрамыз, оқушылармен, студенттермен, мектеп оқушыларымен және қыз балаларымен бір бөлек, ұл балалармен бір бөлек психологиялық тренингтер, тимбилдингтер өткізіп тұрамыз. Яғни жастар денсаулық бір орталығымен әрқашанда бірге, өйткені екеуміздің де екі орталықтың да қамтып отырған мәселелеріміз жастар болғаннан кейін, бұл кісілер көбіне жастарды денсаулық жағынан қарайды, біздер жастарды көбіне әртүрлі бағытта қараймыз ғой. Енді сұрақтан сәл ауытқып кетсем айтып қоя бермеңіздер. Яғни осы кісілермен бірлесіп көптеген жаңағындай тренингтер болсын, тимбилдингтерді көбірек өткізіп тұрамыз. Өйткені балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында. Сіз бұл тұрғыда не айтасыз? Жаңа айтып кетті ғой, суицид дегенді негізі бізде анонимді түрде. Ол нәрсе бізде мектепте болсын, оқу орындарында болсын, ол нәрсені бізде қозғалмайды. Ол бізде жаңа айтып кеткендей тренинг арқылы, семинарлар арқылы жеткізіп отырамыз балдарға. Және де тағы айтып кететінім, өз-өзіне қол жұмсау, қазіргі жаңа буллинг дедіңіз ғой, жаңа содан бастап айтайын. Буллингке ұшыраған бала, ол
қоғамнан оқшауланады ғой. Ол ата-анадан қолдау ала алмайды, ол адам психологтан, мұғалімнен қолдау ала алмағандықтан ол адам өз-өзіне қол жұмсауға дейін апарады. Ал буллингке ұшырастырған адам болсын, мысалы буллингке итермелеген адам болсын, ол нәрсемен мүлдем бейхабар болады. Ол адамның ішкі дүниесімен бейхабар болады. Сондықтан да қазіргі жастарға айтып кететінім, егер сіздер буллингке ұшырасып жатсаңыздар, психологқа болсын, ата-анаға болсын, бір ауыз жеткізгендеріңізді қалаймын. Ладно, мүмкін мысалға ата-анаға айтпауларыңыз мүмкін, айта алмауларыңыз мүмкін. Сондықтан да қасыңызда ағаңыз болсын, тәтеңіз болсын, қасыңызда жан досыңыз болсын, сол нәрсені айтып жеткізіп отырғандарыңыз жөн деп білемін. Және де сіздерге сондай кеңес беремін. Егер де болмай бара жатқан жағдайда психологқа жүгінсеңіздер болады. Психологта барлығы нәрсе анонимді түрде болады. Бізде жастар денсаулық орталығында бізде барлығы анонимді түрде. Және де сіздің есіміңіз мысалға Сабыржан болып, мысалға біздің орталыққа Ерасыл болып кірсеңіз, сізді ешкім зерттеп, ол жерде тергеп жатпайды. Сондықтан да анонимді түрде келіп жүгінсеңіздер болады, барлық нәрсе сақталады. Біршама ой айтып, жақсы пікір қалдырдыңыздар. Енді соңғы түйінді сұрақ болсын. Жалпы қазіргі жастарға не жетіспейді, не қажет? Қазіргі таңда ғылым мен техника дамып отырған заманда қазіргі екінің бірінің қолында телефон бар, телефон бар. Қазіргі таңда жастарға, яғни оқушыларға, студенттерге көбіне көңіл аудару керек. Яғни ата-ана менен бала арасында тығыз байланыс болу керек деп ойлаймын. Себебі балаңыздың не жасап отырғанын білмейсіз ғой. Яғни телефонды алып алады да қолына, сол алаңсыз сол телефонның ішінде отырады. Яғни ол балаңыздың телефонында не бар, кәнекей көрсете қойшы десең, көрсетпей жаңағындай тығып қойып нәрселер болып жатады. Сол үшін балаға ең бірінші ата-ана көңіл бөлу керек. Содан кейін барып телефонға, енді телефонсыз болмау керек деп те айта алмаймыз, өйткені бұл қоғам талабы солай болғаннан кейін ол телефон болу керек. Бірақ десе де ең бірінші ата-ананың балаға деген көңілі болу керек деп ойлаймын. Мысалы Абайдың өзі айтады ғой, жаңағы балаңды 1 жастан 5 жасқа дейін ханыңдай көт, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15-тен былай қарай досыңдай сырлас дейді. Яғни 15 жастан былай қарай асқан бала, яғни ол жасөспірімдік кезеңнің нағыз қайнап тұрған кезінде баламен ата-ана сырласу керек. Сол сырласу арқылы бала ондай кибербуллинг, буллинг деген нәрсеге жоламайды деп ойлаймын. Жаңа айтып кетті ғой әріптесім, мысалға ата-ананың маңызды деп. Мен де солай айтып келеді. Өйткені ата-ана, біріншіден мен ата-аналарға кеңес бергім келеді. Баламен тығыз сөйлесіп, мысалға сырласып, мысалға болады, жалпы үйде отырасыздар, дастарханның басында, барлығы телефонда отырады, болмаса әркім телевизор болсын сондай көріп отырады да, баламен ешкім шаруасы болмайды. Керісінше дөрекі сөйлей бастайды. Не істедің, іштің ба шайыңды, бар тез сабағыңды оқы деген сияқты. Ал бүгінгі күн, бүгінгі сабақ ода қалай өтті, қандай жағдай болды деген сияқты ода қызығушылық болмайды ата-ананың тарапынан. Сондықтан да ата-аналарға айтқым келеді, балдармен сөйлесіп, олардың ішкі жан дүниесімен үніліп, ақылдасып, ол кісілермен сырласа біліңіздер депім келеді. Және де балаға ата-ананың мейірімі жетіспейді. Неге десеңіз, өйткені ата-аналардың өздері бұрынғы тәрбие деп айтайын, өздерінің ата-аналарынан мейірім көрмеген ата-ана балаға да сол нәрсені жеткізіп бере алмай жатады. Және де менің тәжірибемде өтті, сонда аналар келді. Мысалға балам менімен сырласпайды, айта алмайды деген сияқты, ішіндегісін айта алмайды. Мысалға кейбір балдар болады, мысалға жасөспірімдердің арасында күш көрсету арқылы ременін алып қояды. Үйге келеді, ременін қайда десе, түсіріп алдым деген сияқты. Сондай нәрсе, бірақ іштей ата-ананың ойы оған біреу әлімжеттік көрсетіп жатыр деген сияқты. Ал ол бала неге айтпайды? Өйткені ол баламен ата-ана екеуінің арасында баста қарым-қатынас болған жоқ. Бір-бірімен деген сырласы болған жоқ. Бір-біріне деген мұңдарын айту деген сияқты сырласып мұндай жағдай болмағандықтан бала ата-анаға ашылып айта алмайды ол нәрсені. Және де ата-ана да баланың басынан сипап, мен сенің қасындамын, мен сені жақсы көремін деп те қазіргі ата-аналар айта бермейді балаға. Ол айтатындай, ол кісілер ойлайды, мен
мен ең бірінші мен оны жақсы көремін, ол менің балам болды. Осындай өзінің іштей ғана эмоциясы ғана да, ал сол нәрсені сыртқа көрсете алмайды қазіргі бізде ата-аналар. Сондықтан да қазіргі бала жаңа айттық қой, көңіл бөлуді қалайды деген сияқты ше, өзіне көңіл бөлуді. Басқа ата-аналар болады, мысалы жас ата-аналар, ол кісілер балдарын мейірім, балдарға мектепке келіп, балдарын сүйіп, құшақтап, өздерімен бірге алып кетіп жатады. Мысалға қызықты ойын-сауық жерлерге барып ойнатып, мысалға балаға көңіл бөле алады. Ал бізде кейбір ата-аналар болады, балаға тіпті шаруасы жоқ, самое главное киімі бүтін, ақшасы бар, соткасында единісі бар деген сияқты, вот сондай нәрсемен ғана. Балаға сондай нәрсе ғана керек деп ойлайды. Ал баланың ішкі жан дүниесінде оған не керек екенін ата-ана үнілей бермейді сол нәрсе. Солай кеңес бергім келеді ата-аналарға. Жалпы бізге қонақ болғандарыңыз үшін рахмет. Келеңсіз оқиғалар болмасын, тек жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырайық. Осымен біз айтамыз айдарының бірінші шығарылымы өз мәресіне жетті. Оқушылардың да айтары бар. Келесі шығарылымда жүздескенше.